Билеген жағалбайлыны, есаманым, шіркінай оралар мет сол заманым. Ұлыспасы Сырлыбайдың айтқаны. Алпыс ананың 5 ұлы болған, ең кенжесінің аты Сартай батыр. Одан үлкен 4 ұлы Ақтабан Шұбырындыда басқыншы жоңғар әскермен болған соғыстарда қаза табады. Ел басына ауыр күн туып, қазақ халқының басына түскен шешуші сын сағаттарда ашынған алпыс ана 53 жасқа келгенде белім буып, сауыт сайман киіп, 5 қаруын бойына асынып бесікте жатқан сәбиі Сартайды бесігімен түйеге артып, жетектеп жауға қарсы 6000 қазақ сарбаздарын өзі бастап шығады. Бесігінде оқ жұтқан деп жыраулар алпыс ананың осы кенже ұлын айтқан. 24 жыл бойы киелі ана ат үстінен түспей, қаншама басқыншы жауды жер жастандырды. Алпыс ана бастаған сарбаздар Әйтеке би бастаған кіші жүздің қолына қосылып, ұлы биге соңындағы әскерін тапсырып, кіші ұлы Сартай батырды аманатқа бергенде жасы 77-де екен. Әйтеке би алпыс ананы алғаш көргенде теңселіп кетеді. Осы бір жан толқытар сәтті жыраулар былай депті. Әйтеке би ат үстінде толғанды, көргенде алпыс ананы. Оң жетегінде ұлы бар, бет келбеті ананың 5 кеміс, естуі бар халықтан 15 жерінен жаралы. Қарсы алдынан қарасаң, елестетер ақ маяны, есіңді жинап тоқтасаң, соңында 3000 қол емес, әруақтарды ерткендей қақ жарып кең даланы. Әуден мезгіл бойын жинап Әйтеке, сізге қару ұстатып, адам қанын төктірген біздер мынау кінәлі, кешір ана, кешір деп, қос тізесі дірілдеп мұздап берді табаны. Тоқтат деді ер ана, қос бұлағым тартылып, ұмытқалы қай заман, жіңішке жолды шараны, жылы төсек жоғалған, жылы сөз есту бір арман, ат үстінде әруақтау, ақ жолым адам қанымен қаралы, соңымдағы қолымды, жетегімдегі ұлымды қатарың ал деді. Алам десең анаңнан ақ жолды ақ батаны. Түнде жолыққан көркінен ай көретін, күндіз жолыққан періште деп сенетін, көріктінің көсемі, жылы сөздің шешені, осылайша жолықтырған Әйтеке алпыстай ер ананы. Арғынның қызы алпыс ана Жағалбайлының биі әрі батыр болған, Есаман батырдың 3-ші әйелі болған. Есаман батыр шектінің ұлыспасы болған. Атақты Сырлыбайдың 5 жасында аузына түкіріп бата берген өте беделді азамат екен. Қалмақтар тұтқиылдан түн жамылып, ұйқыда жатқан Есаман батырдың 2 ауылын, алпыс анадан үлкен 2 әйелін ауылдармен, бала шағалармен қоса қапада бас салып қырып кетеді. Жасы 75-ке келген Есаман батырда осы 2 ауылымен қаза табады. Алыстау жерде отырған 3-ші әйелі алпыс ананың ауылы бұл қырғыннан аман қалады. Тархан Жәнібек осындай қырғындардан аман қалған 7 жас өспірім бала жігіттерді қазақтың ұлы даласының жер-жерінен жинатып, соғыс істеріне тәрбиелеп, жау жүрек сарбаздар дайындағанда Сартай батыр осындай 1000 бала жігіт жастарға қолбасшылық жасайды. Бұл шежіреде 2 Сартай бар. Алғашқысы Созақ шаһарында туылған, Тамар руынан шыққан Берке Науан хан, тәуекел заманда өмір сүріп, ел шетіне тиген жау, қызылбастарды аяусыз қырып бетпақ Сартай атанған атақты батыр. Бұл Сартай батыр қолбасшы алпыс ананың түп нағашысы. Алпыс ана осы 5-ші ұлын дүниеге келгенде ырымдап осы ұлына береді. Бұл басқыншылық соғысқа жан жақты дайындалған қалмақтар дайындық барысында өз құлақшыларынан қазақтың текті де беделді билері мен батырларының тұрған жерлерін, жаз жайлауларын білуді тапсырып, бірінші соларды жоюға тырысқан. Осындай арнайы дайындалған жаудың тыңшы сарбаздары түн жарым ауып, қатты ұйқыға кеткен таң қараңғысында елге басшылық етеді-ау деген талай мықты азаматтарды ауылдармен қоса жойып жіберген. 5 кемістеп, әйел аналар қан төгіске араласқаннан кейін әйелдік нәзікте, назды, сұлулық қасиеттерінен айырылып, беттерін терең қатпарлы сұсты әжімдер басып, ер келбеттік айналып, дауысы да тарғылданып, жуандап кетеді екен.
24 жыл бойғы ат үстіндегі соғыстардан соң бір кездері түнде жолыққан адам көркінен ай көретін, күндіз жолыққан періште деп сенетін көріктінің көсемі жылы сөздің шешені болған айдай сұлу 60 ананы майдан даласында көргенде Әйтеке бидің шошынып, о сұм заман, сұм соғыс деп іштей еңіреп, езіле теңселгені осыдан екен.